Сабайон кофеханасында орналасқан көрмеде кескіндеменің пейзаж және сюрреализм сынды бағыттарындағы 100-ге жуық картиналар ілінген. Суреттердің сапасы жайлы сыншылар оң пікірлерін білдіріпті, ал жалпы туындылардың бағасы қолжетімді. Моей коллекции сегодня... Мен Шымкентте және Таразда көрме залдарын аштым. Онда әлемдік деңгейде аты шыққан Қазақстанның ең үздік суреткерлерінің шығармалары жинастырылған. Мұнда келемдеушілерге әрдайым есігіміз ашық, туындылар да арзан. Кофейня Сабайон. Мұнда тек үздік суретшілердің шығармалары қойылған. Мысалы, бір ғана Еуропаның өзінде 350-ге тарта туындысы сатылған Венецкий, көпшілікке көне Тараз циклды еңбектермен таныс болып кеткен Нұралиев, Елена Қадырованың картиналары бар. Және небәрі 22 жасында Қазақстан суретшілер одағының мүшесі атанған Дастан Оразахановты да айтып өтсек болады. Елге бұлай таныс болған жұмыстар енді ары кетсе бір 20 шақты болуы мүмкін. Бірақ шығармашылық жұмыста үздіксіз жүріп отқаннан кейін біраз жұмыс жасағаным бар. Кескіндеме түрінің ішінде жанры бар, пейзаж жанры. Сол пейзаж жанры бойынша үздіксіз жұмыс жасаймын. Жалпы өзіме жақыны сол пейзаж жанры. Айта кетейік, көрмедегі ерекше шығармалардың бірі Ағайынды Назарқұловтардың жарты жыл бойы салған жауынгер мүсіні, биіктігі 2 метр 40 сантиметр. Егер Сабайон көрмесіне келсеңіз, таңғажайып туындыларды тамашалап, талғамыңызға сай суреттер сериясын табатыныңыз сөзсіз. Нұрболат Жолдасбек, Марат Таубаев, Жеті News.